Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге дәрілік ерітіндіні көк тамырға тамшылатып құю техникасын көрсететін боламын. Бұл техниканың мақсаты дәрігердің тағайындауындағы дәрілік ерітіндіні көк тамырға тамшылатып құю, көп мөлшерде жіберу. Ең бірінші біз қажетті құралдарымызды дайындап аламыз. Бізге қажет болады дәрігердің тағайындауындағы дәрілік ерітінді, бір реттік қолданылатын стерилді жүйе, лейкопластырь, бір стерилді лоток, бір таза лоток, бикстегі мақта шариктері, тері антисептигі, этил спирті, пинцет, жгут, пленкалы жастықша, салфетка және де бір реттік қолданылатын стерилді қолғаптар қажет болады. Сонымен қатар қауіпсіз және жоюға және жинауға арналған контейнерлер А және Б сыныптары қажет болады. Ал енді процедураны бастаймыз. Пациентпен амандасып, оған емшараның барысын түсіндіріп, оның келісімін аламыз. Сәлеметсіз бе? Мен емшара бөлмесінің кезекші мергері Нұрай Алтынбекқызы сізге дәрігердің тағайындауындағы дәрілік ерітіндіні көк тамырға тамшылатып енгіземін. Келісіміңізді бересіз бе? Дәл осылай келісімін аламыз. Енді пациенттің келісімін алғаннан кейін біз қолымызды 151-ші бұйрықтың 2-ші тармағы бойынша 6 әдіспен қолымызды жуып, антисептикпен өңдейміз. Одан кейін қолымызға бір реттік стерилді қолғаптарды киеміз. Ол үшін крафт пакетті ашып, қолғапты стерилді столдың үстіне қоямыз. Крафт пакеттерді астына тастаймыз. Стерилді қолғапты ашамыз. Бірінші қолғапты ішінен киеміз. Тартамыз. Екінші қолғапты сыртынан ұстап киеміз. Тартамыз. Екінші қолымызды жөндеп, ішіндегі ауасын шығарамыз. Крафт пакетті астында жоямыз. Одан кейін дәрігердің тағайындауындағы дәрілік ерітіндіні тексереміз. Оның атауын, дозасын және де флаконның бүтіндігін, дәрілік ерітіндінің мөлдірлігін тексеріп аламыз. Одан кейін бұны дәрігердің тағайындау парағына сәйкестендіріп дайындап аламыз. Жүйені алып, оның жарамдылық мерзімін және бүтіндігін тексереміз, ішінде құрастырып дайындап аламыз. Крафт пакеттегі жүйені ашамыз және де пинцетпен алып, стерилді лотоктың ішіне саламыз. Крафт пакетті біз астында жоямыз. Одан кейін флаконды ашамыз, тығынын ашамыз, екінші лотокқа саламыз. Бізге флаконды өңдеу үшін 2 мақта шаригі қажет болады. Бикстен қажетті мақта шариктерін алып аламыз. 1, 2. Қайтадан жауып қоямыз. Одан кейін этил спиртіне мақта шариктерін өңдеп дайындап аламыз. Одан соң 2 мақта шаригімен флаконның тығынын сүртіп өңдеп аламыз. Пластик инені ашамыз. Жүйенің қысқышын жабамыз. Пластик инені тығынға орналастырамыз. Дәрілік ерітіндімізді көтеріп, ілгішінен алып, штативке орналастырамыз. Тамызғышты басу арқылы ортасына дейін ерітіндіге толтырамыз, вентильді ашамыз. Ауасын шығарамыз. Жүйені ол үшін қысқышты ашып, екінші лотокқа ағызамыз. Қақпағын қайта жауып, штативке іліп қоямыз. Енді пациенттің көк тамырын анықтаймыз. Ол үшін біз лейкопластырьды дайындап аламыз. Лейкопластырьды дайындап аламыз. Одан кейін мақта шариктерін алып дайындап аламыз. Бізге 4 мақта шаригі қажет болады. Бикстен 4 мақта шаригін алып аламыз. 1, 2, 3, 4. Пинцетті қайта орналастырып, биксті жауып қоямыз. Енді көк тамырды анықтаймыз. Ол үшін пациенттің шынтағының астына пленкалы жастықшаны қоямыз. Көк тамырдан жоғары, инъекция жасайтын жерден 10-15 см жоғары біз киімнің сыртына немесе салфетканың сыртына
жгутты байлап көк тамырды анықтаймыз. Жгутты ең бірінші пациенттің қолының астына жіберіп, жгутты пациенттің қолының астына жібереміз. Екі ұшын айқастырамыз. Төменгі жағын осылай айқастырып, ілмек тәрізді төменге осылай түсіреміз және жгутты тартамыз. Пациентке қолымен ашып жұмуын сұраймыз. Төменнен жоғары қанды көк тамырға толтырамыз. Қолымызбен пальпация жасау арқылы тамырын анықтаймыз. Ең көп толған тамырға біз инъекция жасаймыз. Одан соң этилспиртный мақта шариктерін өңдеп аламыз. Этилспиртный өңделген мақта шариктерімен инъекция орнын бірінші үлкен аймақты жоғарыдан төмен сүртіп аламыз. Одан кейін нақты инъекция жасайтын жерді бір рет сүртеміз. Одан үшіншісін қолымызды өңдейміз. Төртіншісін сол қолымыздың 4-5 саусақ арасына қысып ұстаймыз. Жүйені аламыз. Иненің қалпағын ашып, екінші лотокқа тастап, иненің қиыны өзімізге қаратамыз. Иненің канюлясын екінші саусақпен ұстаймыз. Үшінші, төртінші, бірінші саусақпен инъекциялық түйінен ұстап, сол қолымыздың бас бармағымен инъекция жасайтын жердің терісін төменге тартып, 30 градуста көк тамырды тесеміз. 3-тен 2 бөлігін көк тамырға қатарластыра отырып енгіземіз. Одан соң инъекциялық түйінді сол қолымыздың бірінші, екінші саусағымен қысамыз. Канюляда қан көріну керек. Қан көрінгеннен кейін біз жгутты шешеміз. Қысқа жағынан шешіп, қысқышты, дәрілік ерітіндінің қысқышты ашамыз. Ашқан кезде осылай тамшы тамып тұруы керек. Одан кейін біз пациенттің қолына лейкопластырды канюляның үстіне жабыстырамыз. Канюляның үстіне жабыстырамыз. Одан кейін 4-5 саусақ арасындағы мақта шаригін канюляның астына қойып, дәрілік ерітіндіні енгіземіз. Тамшыны ағу жылдамдығын реттейміз. Минутына 60 рет тамуы қажет. Барлық дәрілік ерітінді тамызып болған соң қысқышты қысамыз, қайтадан жауып, жүйені пациенттің қолынан шешуіміз керек. Ол үшін сол қолымызбен лейкопластырды алып, лотокқа саламыз. Мақта шаригін алып, инъекция орнына қойып, пациенттің қолынан жылдам қозғалыспен шығарып аламыз. Пациентке 3-4 минут шынтағынан қолын қысып тұруын сұраймыз. Қолданылған біздің дәрілік ерітіндіні басымына тастаймыз. Қақпағын жаппай, қолданылған мақта шариктерінің барлығын басымына тастаймыз. Пациентке жанасқан барлық заттарды басымына тастаймыз. Біздің қолданылған лотоктарымызды, пинцетті, жгутты зарарсыздандыру ерітіндісі бар контейнерге батырып салып қоямыз. Қолымыздағы қолғапты шешеміз. Ең бірінші сыртынан ұстап шешеміз. Екіншісін ішінен шешіп, оны да басымына тастаймыз. Ағынды судың астында қолымызды жуып, салфеткамен құрғатамыз.